Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Біздің жаңа Шапағат подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Атырау облысының бас имамы Болатбек Лосқанұлы Абу. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Атырау қалай қарсы алып жатыр? Ассаламу алейкум. Барша көрерменге, өзіңізге, Беке. Бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Енді бір Қазақстанның іші ғой айналып келгенде. Бәрі бірдей. Біздің елдің ерекшелігі де сол шығар енді. Бір-біріміз Қазақстанның қай түкпірінде бармасаң да бір-бірін түсінеді, бір тіл. Енді арасында кейбір салт дәстүрлер нелер болатын шығар енді. Бірақ жалпы халық, ел, сосын оның ішінде енді біздің жұмыс істейтін ортамыз мешіттің жамағаты ғой. Түсінік бір де былай қарағанда. Жеңіл. Аллаға шүкір. Өзіміздің елде жүргендей, өзінің туған жерінде жүргендей секілді. Әлде Алматыны көргеннен кейін ба? Жалпы. Алматының несі ауқымы үлкен ғой, барлық ол жерде бәрін көресің, барлық әр жерден несімен істейсің бе? Бізге енді жеңіл болып жатыр. Аллаға шүкір. Тағы да қош келдіңіз. Енді біздің подкастта жалпы кішкене мағлұмат Википедия жасаймын өзімше. Болашақта мүмкін пайдаға асып қалар дегендей. Қайдан боласыз, қайда тудыңыз, қайда оқыдыңыз, қай жақтың азаматсыз дегендей ғой. Енді 1982 жылы 8 қараша Қызылорда облысы, біздің Қармақшы ауданы дейді, Байқоңыр қаласы, енді ол кезде Ленинск болған, қазір Байқоңыр, сол жерде дүниеге келіп Төретам деген жерде кент темір жолдың бойында, сол жерде мектеп оқып, балалық шақ бәрі сол жерде өтті. Кейін дін саласына да осы мешіт ашылып, 92-93 жылдар мешіт ашылып, сол мешітке барып, сауат ашып, білім алып, сол жерде кейін мектеп бітіргеннен қызмет жасап, сол жерде мешіттерде кішігірім азаншы болып ұстады мешітте. Кейін сол 2003-те Нұр Мүбарак университетіне барып, оқуға қабылданып, сол жерге оқытып, бастап кеттік. Сол жерде енді Алматыда 15 жылдай университеттің ішінде өміріміз өтті, оқыдық, жұмыс жасадық. Ағартушылық салада, білім саласында, ғылым саласында бірталай әкімшілік, қызметтер жұмыс жасап, кейін қайтадан енді Алланың қалауы солай өзіміз туған жерге Сыр еліне қызметке шақырылып, осы облыстың бас имамы ретінде қызмет жасадық 6 жылға жуықты. Кейін енді Алматы қаласына қайтып барып, тағы да сондай мешіттер, Бостандық ауданында Байкен мешітінде қызмет етіп, кейін енді осы жылдың басында бас мүфтиіміз осындай ұсыныс айтып, осы Атырау жеріне, енді Қазақстанның белді бір облыстарының бірі ғой, енді Атырау дегенді бәрі біледі, ел, халық біледі, өте танымал. Діни ахуалда танымал болып қалған жер, былай айтқанда. Сол жерге барып қызмет етсең қалай болады деп ұсыныс айтты. Өткенде сондай бір күрделі мәселелер, өткенде құрылтайда да осы діни мәселелер көтеріп жатыр президент тарапынан. Соған сондай сенім білдіріп айтқаннан кейін, әрине енді біз қызметтен қашпаймыз ғой, оның ішінде Алланың жолына деп арнағаннан кейін. Сол келіп қалдық осы жерде. Енді соның келгеннің өзіне де міне оразада келіп едік, енді 5 айдайға жоқтап қалды ғой. Ақпанда келіпсіз да? Иә. Көрдім, мен несін қарап шыққам. Енді жалпы бізде енді осы 4-5 ай болды ғой, ол қанша сезіне білдіңіз мен білмеймін. Ахуал қалай бізде жалпы, діни ахуал қалай ойлайсыз? Енді бағана да айттым ғой, жалпы мешіттерге келгенде жамағаттардың түсінігі жалпы бірдей ғой Қазақстандағы барлық жерде стандартный жамағаттар, сосын мешітке келетін жамағаттар, намазға жығылатын деген секілді барлығы келіп кететін жалпы біз сияқты жұмағанды сонда барып тұратындар ма? Сондай нәрселерді көріп, жалпы енді кейбір тұстары басқа жерлерге қарағанда енді қиындау жерлері бар шығар, күрделілеу енді. Өйткені енді ол енді жергілікті жердің мүмкін мінез құлқына да байланысты ма, көп факторлар әсер етеді ғой жалпы. Бірақ енді біздің жалпы енді Қазақстанда жағдай бір мүшкіл жағдайымыз ғой, елдің жағдайы жақсы ғой. Өйткені енді біз өзіңізде сыртта оқыдыңыз, мысалы білесіз ғой, араб елдерінің, шет елдің біраз жерлеріне барып жатырсыз. Әлемдік мысалға біз енді қазір бір
теледидардан қараса бір жаңағы батыс Европаны тек қана көреді да ойбай бізде ондай болмады бізде мындай болмады деп адамдар енді пікір айтады ғой. Бірақ енді әлемнің жалпы жаңағы Африкасы бар, мына Латин Америка бар, басқа бар, қанша елдерді қарасаң, оның қасында біздің елдің әл ауқаты көш ілгері ғой. Жалпы сол халықтың мәдениеті де, түсінігіміз де, өзіміздің қазақи болмысымыз да өте жоғары ғой негізі. Шын ол шын. Сол енді көбінесе көрмегендерді айтады. Соны айтады да, ой мынандай дейді. Соны кейбір кезде қарның ашады, енді біраз шетелде білім алдық, кейбір көріп жүрміз, қыдырып та барып, былай да іссапармен де барып көріп жатырмыз. Енді бізде кинолар не істеп жатқан ғой, кино бір андай иллюзия. Біздің ол өте біздің тазалығымыз, біздің тіпті ауылдардың, Қазақстанның қай ауылына барсаң да, әп-әдемі үйін тап-таза қылып ұстап отырған көргенде қуанасың да, қандай тазалық. Ол намаз оқымайды, дінде де жоқ, бірақ өзіне сондай бір біздің ұлттық құны, жаңа айтып жатқан біздің бір ерекшеліктеріміз ғой, тазалығы бар, несі бар қазақы. Ол жағынан озып тұр енді, кейін ол минустар болады ғой. Сондай секілді бұл жерде де жаңа айтып жатқан діни ахуал ол жалпы тұрақты ғой, діни ахуал тұрақты, кім екені белгілі, жалпы мешіттегі жамаатында қайсысы, қанша пайызы, қай нені бақытты ұстанатыны да белгілі. Былай бір белгісіздік болса қиындау болар еді, қайда не деген сияқты. Мемлекетіміздің де бір жүргізген дұрыс, жүргізіп келе жатырған дұрыс бір саясатының да ол әсері бізде қандай бағытқа, ағымға кетіп қалмасын, бірақ жердің бетінде деген сияқты кәдімгі көлеңкелемей көрініп тұр ол қай бағыт. Сол үшін де жалпы мынау ситуацияны дейді ғой, қарап оған анализ жасауға да жеңіл деп ойлаймын. Кейбір мысалы көрші елдерде кейбірлер бір жерлерде де отырыстарда нелерде боламыз, бір сын пікір айтып жатады кейбір кісілер, жаңағы Өзбекстан сияқты бүйту керек қой, сөйту керек қой деген сияқты. Бірақ олардың да өзіне тән қазір қиыншылықтары болып жатыр да, елден анау ағым ұстандың деп оны қудалағаннан кейін ол елден қашып сыртқа шығып алып, қазір әлеуметтік желімен елдің ішкі мәселесіне қазір араласып ірткі салып жатқан нәрселер де бар. Ал біз енді ондай нәрселердің алдын алып, соның барлығы адасса да, бірақ көзіміздің алдында адасып тұр, барып онымен тікелей қарым-қатынас. Енді өздері шектен шығып Қазақстанның мынау белгілі заңды бұзып, жаңағыдай қылмыс жауапқа тартылып сотталып кетіп жатқандар да бар ғой енді, бірақ өздерінің несінен. Ал былайынша оның бір діни ұстанымына бір түрткіле болған қудалауға салынып жатқан ештеме жоқ ондай. Керісінше, қысым жоқ. Керісінше толерантты, кәдімгідей аға, бауыр деп мысалы қанша программалар қабылданып, бағдарламалар мемлекет тарапынан, әкімшілік тарапынан жұмыстар жүреді. Оның барлығы айналып келгенде сол халықтың, елдің дұрыс жүріп тұрып өмір сүруі ғой. Соған өзіне бола ғой әркімнің істеп отырған нәрсе. Бұл жерде сұрақ туады. Сіз туралы бір видео тарап кетті. Сіз жамаатқа айқайлап жатсыз. Иә. Неге айқайладыңыз? Енді ол жағы кеше оразадан кейін ғой, қанша ораза басқа кәдімгі бір айтқан бір простой, бір элементарный бір нәрселер ғой, мешіттің қағидалары. Оған бір дәлел керек емес, я бір оған аят хадис керек емес, қатты бір нәрсе да. Сол ол жердегі мәселелер ауызбіршілік, ынтымақ, мешіттің тәртібіне бағыну, соған жаңағыдай дөрекілік, қырсықтық танытып, мінез көрсетіп, сондай нәрселер жасап жатыр да. Бірлет емес. Жоқ, ол көп қайталанды. Мен ол видеода енді қиылып қалған шығар мүмкін, енді кейін не істедім. Ол жерлерде жаңағы басынан бастап айтып жатырмын ғой, ағалы бауырлар, құрметті бауырлар деп, әрбір сөзімізді бастаған кезде қадірлі, құрметті менің бауырым деп бастаймыз. Оны сен мынандайсың деп бөліп жатқан жоқ. Бірақ мына тәртіп бар ішкі, соған бағынайық, бір болайық. Онсыз да мына жерде қазір мешіттердің салынуы проблема болып жатыр, сыймай жатырмыз. Сөйтіп жатқанда біз діни жұмыстарымыз оңтайлы болу, халық оң көзқараспен қарау үшін бізде өзімізде ауызбіршілік, ынтымақ, бірлік болу керек қой. Соның бәрі осы кішкентай сапқа тұрғаннан намазға басталады. Намаздың өзі тәртіп емес па жаңа? Сапты түзеңдер деп бастайды ғой намаз. Соның өзі сол тәртіпке шақыру ғой. Ұстаз, енді сұрақ, өзіңіздің пландарыңыз бар ма? Жоспар? Командамен келдіңіз ба мұнда? Жоқ, команда деген нәрсе жоқ. Жоқ қой да? Аллаға шүкір, бәрі бір-бірін танимыз ғой. Мешіттерде қызметкерлер, оқып жатқан алдыңнан шәкірттер, басқа өзіңіз секілді бір университеттен білім алған азаматтар жан-жақтан келеді.
ондай нәрсе жоқ. Бірақ біздің жалпы Қазақстан мұсылман діни басқармасының өзінің жылдық жоспары бар. Соны бүкіл жылдың басында бәріне бөліп береді. Осы жоспар бойынша бағыттарымыз бар. 4 негізгі бағыт қой, жаңағы білім беру бағыты болса, уағыз насихат бағыты, сол секілді жаңағы дін мен дәстүр қазіргі қосылған қосымша бағыт қылып. Оған келеміз. Одан кейін теріс жатағанмен сақтандыру бағыты. Сол сияқты сол бағыттардың өзінің жоспарлары бар, жастар бағыты. Сол жоспарларға сәйкес біз сол жоспарларды орындаймыз былай айтқанда. Соған қосымша енді өзіміздің ішкі ерекшеліктерімізге, облыстардың ерекшеліктеріне басқаға байланысты қосымша да региональный ауысып тұрады да? Жоқ, қосымша да сол жоспарға қосымша өзіміздің қоса аламыз, жұмыстарымызды артығынан атқара береміз деген секілді ғой. Енді Алматыда ахуал басқа ғой. Иә. Жұмсақта көріне ма сондай. Бізде кішкене басқаша. Сол үшін дұрыс ойлағам ғой, бәріне бірдей кете ма? Жоқ, бәрінде жоспарлар бар, оның ішінде басқа бар. Жаңа айтып жатқандай, енді Алматы ортақ қала, жан-жақтан адамдар барады. Сосын енді үлкен мегаполис болғаннан кейін ол жер бір сезіледі, адам шамалы тартынып өзін ұстап жүреді да, қарап тұрсаң. Бұл жерде енді өзінің туған жері болғаннан кейін бәрі солай еркін жүреді, еркелейді. Жаңағыдай ғой, айқайлаудың да ұрсудың да содан шығып жатқаны ғой. Сендер осы Алматыға барғанда, Астанаға барсаң тып-тыныш жүресің ғой, тәртіпке бағынып өйтпей бір жерге ілініп кетпейін деп. Өйткені танымайсың ол жерде ешкімді. Бұл жерде бәрін танитын біліп тұрсың. Мына жерде бәрін танып тұрғаннан кейін сен ой анау келсе бүйте саламын ғой, мына мен сөйлесе саламын ғой дейсің. өйтуге болмайды ғой, бәркім өзің туған жер, қазіргі мынау бүкіл айтылып жатқан таза Қазақстан деп айтып жатқанның өзінде сол үйден бастап көшеміз, ауламыз бәріміз таза ұстайық сол кезде деп жатырған нәрсе да. Өзіміз ғой деп ондай болмайды. Қарауға болмайды. Ол заман да оны көтермейді қазіргі. Алдыға кетіп баратқан, ағып баратқан пойыз секілді нәрсе. Күнде бірдеме шығып жатыр. Біздің салтқа, жалпы біздің жерге, елге, жат ағымдарға келейікші. Олар көп, соның ішінде бізде атырауда көп. Оны жақсы білесіз. Мүмкін сізді сол үшін де жіберген болар. Мүмкін жақсы маман боларсыз. Енді солардан сақтандыру жұмыстары жүріп жатыр ғой да. Арнайы барма деген ғой, сондай сақтандыру жұмыстары. Сосын әлеуметтік желіде діни контенттерде сүзгіден өткізу жолдарын айтып өтсеңіз дейді. Менің әріптестерімнің дайындаған сұрақтары. Үлкен ауқымды сұрақ қой енді. Жалпы Қазақстанда Қазақстан мұсылман діни басқармасына қойылатын контентке байланысты бар. Біздің енді жаңа айтып жатқан Қазақстан бойынша енді ағымдар адасқан өзіміздің енді тура ата бабамыздан келе жатқан өзіміздің жолымыз бар ғой. Мүфтият соны ұстанады, мемлекет соны қолдады. Бір басында айшықтап алатын болсақ, жалпы Қазақстан мұсылман діни басқармасы 90 жылы егемендігін алды. Қазір 35 жылдық биыл мысалға да. 91 жылдың аяғында Қазақстан егемендік алды саяси. Оның алдында діни басқармамыз дербес өзінің діни басқармасы болды. Оның алдында Орта Азияда ортақ болған, содан бөлініп өзі болған. Енді содан бері осы біздің жолымыз бар, ұстанып келе жатқан, иә. Ол анау ата бабамыздан келе жатырған. Аталарымыз ұстанған Ханафи мазхабы, сенім мектебінде Матруди ғалымның түсіндірмесімен осы пайғамбарымыздың ақидасы сол жолмен келе жатыр. Біреулер түсінбей қалады. Сендер қалай фихтаны Абу Ханифа Матруди, ақида Матруди не жоқ, сол бәрі бір ақида ғой. Сол Абу Ханифаның ақидасын айшықтап түсіндірді. Ол уақыттарда ондай проблема болмады ақидада, сенім мәселесінде. Кейінгі уақыттарда пайда болды, көбейіп кетті. Неге көбейеді? Өйткені ислам діні бүкіл Азия, Европа, Индияға дейін тарады, Қытайға дейін келді. Көп неше түрлі мәдениеттер қосылды, сұрақтар пайда бола бастады. Соған жауап беруге ғалымдар пайда болды, адасып кетпеу үшін үммет. Соның біз түсіндірме сол имам Матуридидің жолымен түсіндіру мектебімен біз сенім мектебін қалыптастырып, сонымен келе жатырған жолымыз бар. Соны діни басқарма соны әрі қарай біздің жалғастырып жатыр. Енді ол айқын көрініс. Енді содан мынау айтып жатқан сол жолымыздан өзгеше жолды ұстанамыз деген жатағым болып саналып тұр ғой, енді жатағым дегенде. Оның ішінде айтып жатқан шынымен ағым ғой. Иә, ағым деген аты да өзі сондай, негізгі дәстүрлі жол емес екен.
дәстүрлі жолды ұстанбағаннан кейін де оны ағым деп атқанымыз сол. Жат ағым деп атқан енді бізге ол жат. Өйткені біздің өзіміздің дәстүрлі жолымыз бар еді келе жатырған. Бұл қайдан пайда болды мыналар? Ол жат дүние, жат мәдениет деп те айтады. Қазір көп қой, діни ағымға да айтылады. Жат ағым деп айтылып жатқан сол да. Діни ағым, жат діни ағымдар. Өйткені олардың көзқарастары, пікірлері бізге қайшы келіп тұр. Біздің анау келе жатқан сан ғасыр келе жатырған жолымызға оғаш болып тұр. Дәстүр болсын, діни сенім жаңағы ұстанымдарымыз болсын, бәріне жат болып тұр. Сол үшін ол жат. Енді соған біз соны ұстанушылардың көпшілігі осы жерде шоғырланып тұр ғой қазір енді. Атырау, батыс өңірлерде осы. Енді не себепті солай болды, енді оның тарихын, басқа да мынау әлеуметтік жағдайын, басқа да анализ жасап жатқан нелер бар шығар. Бірақ сондайға енді сондай жағдай қазір енді. Өкінішке орай. Адам қалай сияқтанады? Енді ол сол айтып жатқан біздің жолымыз осы міне көрсетіп тұрған нәрсе бар ғой. Енді бірінші кезекте былайша қарапайым адам негізгі діни бір білімін кеңейткісі келсе, бір нәрсені білгісі келсе, осы ресми мешіттердегі имамдардан сұрау керек болып тұр да. Содан басталады ғой, жаңа неше түрлі өз бетінше біреуді мына білет деп ойлап қалдым деп мешітке барып тұрып, мешіттің ішіндегі ресми имам ұстаздан емес, мешітке өз сияқты бір барушымен сөйлесіп кетіп, сұрағына жауап алып, әдемі кетіп қалып жатқандар бар. Біреулер ата-аналар енді көбісі айтады, балам мешітке барып жүрген қайдан білейін дейді. Ол мешітке барып жүргенде ол өзінің діни білім болмағаннан кейін ол баласын қадағалай алмаған. Ол мешітке барып жүр дегенге ойлаған ол мешітте имамға барып жүр деп. Ол емес, ол әшейін мешітке жұмаға барып, басқа да намазға барып, қасындағы өз сияқты келіп тұрған басқа жат діни ағым өкілінен сұрағына жауап алып, басқа қалып, ол болмаса бұнымен контактқа түсіп жаңадан келіп тұрған көріп тұр. Бұрын соң келіп жүрген жоқ бұл мешітке, бұл жаңадан жас әсіресе. Соған барып, жаңадан келдім деп танысып алып, соған сұрақтар өзінің несіне алып кетіп жатқандар. Біз енді соның бәрін қолдан келгенше қадағалап, жаңадан келген адамдар болса, өзіміз барып сөйлесіп, танысып, сондай нәрселерді жақсы істеп жатырмыз. Ал бірінші кезектегі жат ағымнан сақтануы сұрағын діни сұрағы болса, бірінші кезекте ресми маманнан ресми бұйрығы бар діни басқарманың құрамында ұстаздан сұрау керек. Әйтпесе осы міне мысалға дін істер басқармасы бар, мамандар бар, ода да бар. Тіпті солардан да сұраса, олар бағытын көрсетіп береді. Осы сұрағыңыз бойынша мына ұстазға, мына мешіттің имамына барсаңыз өте деп, олардың өзі бағыт бағдар беріп тұрады. Олай емес қой, бізде жаңағыдай қылады ғой, содан кейін мәселе туындайды. Қайсысы әдемі соған. Сосын ол әлеуметтік желіде өткендегі спортшылармен кездесуімізде де неге жаңағыдай нәрселерді тоқтатпайды, бүйтпейді деп жатыр да. Неге әркім шығып уағыз айта береді, әлеуметтік желіде бүйте береді деп жатыр ғой. Жалпы бұл жердегі мен айтып отырмын, сіз бірінші кезекте дұрыс айтып тұрған. Бірінші кезекте сіз әлеуметтік желінің сіз күшін түсінбей тұрсыз, әлеуметтік желі не екенін түсінбей тұрсыз деп жатырмын да ол кісіге. Үлкендеу кісі екен. Айтып отырмын, өйткені енді әлеуметтік өзіңіз білесіз, әлеуметтік желі деген ешкім не істей алмайды, тұсаулай алмайды ғой. Ешкімдік емес. Америкада отырып, Америкадағы қылмысты үйдегі балаң ана көрпенің астында тығылып жатып, соны көре алады. Оны сен қалай оны не істей аласың, тұншықтыра аласың сен. Интернетті жауып қой дейді, біреу айтады, телефон берме дейді, басқа. Ол сондай доступны болып қалды ғой, любой нәрсе. Ол соны түсініп тұрған жоқ кейбір біздің адамдар, ана әлеуметтік желінің күшін түсініп тұрған жоқ та. Соны оны неге оған шыға береді дейді. Ал 20 миллион адам бар, оның ішінде мұсылман қанша адам, оның әрқайсының эмоциясын сен тұсаула деп тұр да ол. Біреу эмоциямен отырады да, бір өзіне видео түсіреді да, әлеуметтік желіге таратып жібере салады. Оны ұстай алмай қаласың мысалға да. Соны тұсау дейді да. Қолымыздан келгенше айтылып жатыр. Мысалы, діни басқарманың құрамында пәленбай адам жұмыс істейді. Мысалға, діни басқармадан айтылады, сақ болыңыздар. Уағыз айтқанда да, әлеуметтік желіге шығып бір халыққа насихат айтқанда да әрбір сөздеріңе мұқият болыңдар. Кейін елдің арасында ол түсінбеушілік туғызып, алауыздыққа алып келуге, басқа да фитна апаруға сақтаныңдар деп айтып жатады ғой. Бірақ соның ішінде кейбір әлі шәкірт болып жүргендер бар. Сосын бір эмоциямен жаңадан намазға келіп, әлімді иман тасып тұрған жамағаттар бірдеме айтып қалады. Айтып жібереді, жасы болады, үлкен болады. Енді исламға
бес уақыт намазға жығылып дінге келіп жатқан адам эмоциясы білесіз ғой бірінші кезеңде тасып тұрады. Сосын соны өзі тура жол тауып тұрғаннан кейін біреуге де соны насихаттап, оны тықпалап, қайта айтып мазасын алып жібереді ғой адамды. Сол уақыттарда сондайлар түсіп жатады, сол бірдемені айта жібереді, ал оның тәжірибесі жоқ. Мына 20-30 жылдан бері имамдықта жүрген адамдардың тәжірибесі бар. Ол нені айту керек, нені айтпау керек, халыққа қалай әсер етеді, біздің қазақ халқына именно ол қалай әсер етеді, ол кейін қандай не береді, нәтиже беретінін біледі да ол. Ол былай қақпайлап, соның бәрін істейді. Жаңадан келген көбісі, сол сияқты жаңадан бітіріп жатқан біздің ұстаздарымыз да сондай. Шетелден оқып келген ұстаздарымыз да сондай. Шетелге келетін болсақ, осы жерде. Шетелде қазір біздің медреселеріміз бар, университет бар, енді бір нұрмарақ қой университеттен. Жалпы қамти ала ма шетелге шығып оқуға барып керек, яғни шетелге шығуға емес, сол өзіміздің қазақстандық университет пен медреселер адамға керек нәрсе бере ала ма? Бере алады. Ол шығып керек емес, мысалы бір нәрсе айтайын, сіз музыкадан хабарыңыз бар, мысалы өзіңізде қандай мысалы да талантыңыз бар, сол сияқты Димаш Құдайберген шетелге шықпай Қазақстанда бүкіл әлемге танымал болды ма? Танымал болды, ол таланты берген Құдай. Сол секілді бұл діни салада да оқып келген білім, кітап бәрі бар ғой қазір. Оқы, араб тілін сондай меңгерді, Нұрмұбарактан шықпай-ақ қазір Қазақстанда өте танымал ұстаздар бар мысалы да. Өте сауатты, айтқан нәрсесі. Солар шыққан жоқ, даже араб тілінен практикадан да өткен жоқ, шетелге барып. Кейбір ұстаздар бар. Бірақ өте танымал, өте білімі бар. Сондықтан ол тәжірибеден өтіп қойған нәрсе, оны иә деп кәдімгідей айта аламыз да. Бірақ сол жаңағыдай ғой, енді шетелге барып, ол да бір тәжірибе болсын деп, әрі қарай білімін адам көргісі келеді. Көргісі келсін, оны көзімен көріп келсін сол жерде. Білім ол да Аль-Асқар секілді, басқа да араб елдерінен басқа көзімен көріп сол жерде барып бір сезініп келейінші десе, ол әңгіме басқа. Бірақ Қазақстаннан білімді болып, отандық біздің медреседен бітіріп, мешіттерде өте сауатты сабақ беріп жатқан ұстаздар бар. Даже Нұрмұбаракты бармайды. Нұрмұбаракты бітіріп те сондай үлкен білім иесі болып жатқандар бар. Яғни адасып кетпеу үшін өзімізде жаңағыдай сұрақ жауапқа дұрыс қанағаттандыратын мамандар бар дейсіз ғой? Бар. Бұрын болмаған, аз болған. 90-шы жылдары, егемендік алған жылдары неге мынау қазіргі мынау адасушылар көбейіптің де бір себебі сол енді нақты андай сұрағына мүмкін сол кезде қанағаттандырылып жауап алмаған шығар, сөйтіп біреуге ілесіп кеткен шығар деп. Өйткені аз болды ғой, жаңадан істеліп отыр. Бір нәрсе айта кетсем, жаңағы неге байланысты да, өзіңіз енді Нұрмұбаракты айтып тұрсыз ғой, өзі ашылғанда 20 жылдан енді ашып жатыр. Қазір мысалы әрбір регионда, ауылдар, аудандарда мектептегі мұғалімдер болады, әр пәннен беретін, мысалы математика, дәрігерлер болады, мысалы тапшы, ол анау совет үкіметінен бері 100 жылдан бері оқытылып жатқан мамандық мысалға да. Бірақ тапшы әлі күнге дейін дұрыс маман табылмайды, ауданда жетпейді, врач жоқ. Ол тіпті айтып жатады, облыста врач жоқ, мықты ана жаққа бар, Алматыға дейсіз. Оның қасында бұл жаңа ғой, бұл деген 90-шы жылы егемендік алғаннан кейін, кеше 10 жылдан кейін барып 2000 жылдары барып университет ашылды. Ол қалай ол қамтып үлгереді, ол бүкіл нені. Сол үшін әлі жетпей жатқан нәрсе. Ол проблема. Мен де қазір ойлап отырмын да. Біз тек сол енді дін бір ерекше нәрсе болып тұр ғой. Сол үшін бәріміз минус іздейміз де тек. Соның үшін бізге жаңағыдай талап етіп жатыр қатты. Сосын сыни пікір айтып жатыр. Оған біздің енді ол діннің нәрсесі ғой. Сыпайы, дұрыс, жетпей жатыр, маманымыз істеп, кешірім сұраймыз деп қанша діни басқа мәлімдеме жасап жатады. Біреудің бір айтып қойған бір сөзіне басқасына қатысы жоқ. Күні кеше ғана бір болған оқиғалар мысалы болып жатыр. Ақтөбеде басқада. соған дінге біздің діни басқарма қатысы жоқ. Айдалада жүрген бір жамағаттардың бір нәрселеріне амал жоқ. Діни басқарма мән бермейтін нәрсе. Мән бермейтін. Бір шешіп тастайтын нәрсе ғой. Мәлімдеме бізге қатысы жоқ, діни нәрсеге қатысы жоқ. Сол үшін жылдан жылға тәжірибеміз көбейіп келе жатыр. Біліміміз артып келе жатыр. Жылдан жылға өткен жаңа маман. Түсіндім, бәрекелді. Өте жақсы. Қарапайым адамға, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, әлеуметтік желіде уағыздар көп. Біз енді діни нені айтайық, енді информация барлық саладан көп қой. Діни контент өте көп. Адам қалай оны сүзгіден өткізу керек? Қалай ойлайсыз? Енді қараңыз, жаңағы ғой нәрсе.
неге жаңа адасып кетті бүйтіп қазір енді бірдеме айту жаңа айтып жатқан діни басқармаға сын айтады, басқаға сын айтады. Бірақ өткендегі кездесуде де осы мәселе болды да. Біріншіден біз қазіргі қоғам, қазіргі орта, қазіргі сұраныспен санаспайды ғой бізде қазір адамдар көбісі. Қазір дін актуальный болып тұр ғой. Соны үйдегі ата-ана білу керек еді ғой сол нәрсені. Ол көбісі ата-аналар кеңес дәуірінің несімен қалып қойған, түсінігімен, атеизммен қалып қойған. Дін ол уақытта дін нәрсе деген вообще актуальный емес. Ол нәрсе сол нәрсемен мынау егемендік алдық, дін келді. Ол жастардың, адамдардың дінге сұранысы, оны да бір не қылып артты да. Енді сол үшін үйдегі бірінші кезекте ата-ана ол так мына дін туралы не істеп отыр, үйде дін туралы сұрап қалса мен түк білмеймін ғой. Балам өсіп келе жатыр. Бұған балаға біз жауаптымыз ғой. Ол баланы біліміне, тәрбиесіне, киінбес, тамағы, несіне, бәріне жауаптымыз. Діннен сұрап қалса. Әке шешесінің өзі діннен хабары жоқ. Ол балаға қалай бір тура жолды айта алады ол бірінші кезекте. Бірінші кезекте біз мектепке, мемлекетке баланы жауапкершілігін артуға неміз ғой қазір. Садикке артасың, басқа. Ондай емес қой бірінші кезекте өзің өмірге балаңды алып келдің ғой, сол балаға сен жауаптысың ғой бірінші кезекте. Сол үшін ол баланың сұранысы не болған? Киім тауып беру керек. Мына заманда ағылшын тілін меңгеру керек па? Сол үшін қазір бәрін жағдайды істейді ата-ана. Ағылшынды оқыту үшін курсқа апарады, қосымша ақша тауып соны оқытады. Ал дінге келгенде оған мән бермейді. Мән бермейді. Неге мән бермейді? Біріншіден мән бермей жатыр. Әшейін-ақ қарайды да. Ал ол балада қазір дін бар Қазақстанда, мешітке барады, намаз оқиды, діннен оған бір мағлұмат, бірінші дұрыс мағлұматты үйде берілу керек қой бірінші кезекте. Ол бала туғаннан бастап, балам, біздің бағытымыз бар, біз деген мұсылман халықпыз, мұсылман болатын болса, да, мұсылман еместер де пайда болды ғой қазақтар. Сол сияқты мұсылман болатын, біз мұсылманбыз, біздің ислам дініміз, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, біздің мына қазақтың топырағында осындай жолымыз ханафи деген жолмен жүреді. Сондықтан басқа нәрсеге базовый нәрсені айту керек қой ата-ана. Сен басқа нәрсеге еліктеп кетпе, басқа қылма деген сияқты әрі қарай нәрсе. Ол нәрсе жоқ ол балада. Үйде беретін ата-ана жоқ. Жаңағыдай білмейді. Сосын ол бала қаяқтан алады? Сырттан алады ғой енді. Сосын анау барады, мынау барады. Сөйтіп адасушылыққа да мынау басында қазір байқасаңыз енді көбейіп бара жатқан жоқ қой былай енді. Наоборот керісінше не істеп жатырмыз ғой. Адасушылыққа бармауға, жатағымен күресу, олардың алдын алуға, жұмыстарда нәтижесінде кетпеуге адамдардың уже жұмыс жасап жатырмыз. Баста жаңа айтқандай егемендік алдық, кадрлар тапшы болды, жағдай экономикалық төмен болды дейді. Басқа тұрымтай тұсында әркім нан табам деп тастап қойды. Сондай нәрсе болды. Қазір ондайға ештеңкесі жақсы, жұмыс жасап жатырмыз да. Сол нәрсе көрдіңіз ғой. Сонда сол үшін де ода хабар болу керек қой, сүзгіден өткізе алу үшін ол нәрседен. Ол қалай, енді оны дұрысын жолды білу үшін ол ата-ана болсын мейлі. Да, ол намыстанбау керек қой. Мешітке келу керек қой. Сұрау керек имаммен, ұстазбен, мен осындай менің сұрақтарым бар деп ол мағлұмат алу керек қой өзіне керекті. Өйткені үйінде дастархан басында отырған кезде үйіндегі балдарына айтатын, балалар, міне мешітке барып келдім, біздің жолымыз мынандай деген. Сендер қай бағытта не істеп отырсыңдар? Абайлаңдар. Мынандай деген нәрсені айту керек қой. Қоғамда осылар болып жатыр, сақ болыңдар деп. Оны қазіргі нелер қандай? Жаңа діни басқармаға, мына имамдарға жүктеп қою да. Сен ол ойлайды соның бәрі. Ол имамның енді дұрыс, біз өзіміздің бағытымызды айтамыз, насихатта біз бірақ 24 сағат бола алмайсыз. 24 содан кейін енді мәселе имам біреудің адасып кетуіне жауапты емеспін ғой мен енді оны. Менің функция, имамның бірінші функциясы мешіттегі діни рәсімді атқару, дұрыс тәртіппен және осы исламды насихаттау. Мен ислам дініне шақырушымын, миссионермін ғой дінді. Ислам дінінің миссионерімін, мен шақырамын өзім дініме, айтам дұрыс па. Ал соған біз қосымша сақтандыру мен жұмыспен де айналысып жатырмыз. Тіпті қазір біздің міндетіміз сияқты болып кеткен ғой нәрсе, қайырымдылық сияқты. Имамдар неге қайқарып отыр, неге анаға көмектеспейді, біз қайырымдылық жасап, біз қор емеспіз ғой қайырымдылық жасау. Біздің имамның негізгі
бағыты екі ақ бағытымыз бар ғой біз. Ол не? Алдыңа келген адамға діни білім беру, екінші өзіміздің дінімізге насихат жасау. Болды. Қосымша біз жатағымен сақтандыру, қайырымдылық, оған енді қазір келіп дәстүрді қосты. Қазір бірін айтсам, мен біріне кетіп қалып жатырмын. Түсініп отырмын. Мынау неге әдебиетті айтпайды, неге Махамбетті айтпайды, неге Исатайды айтпайды, неге Абайды айтпайды, басқаны айтпайды, неге мына қазақтың тарихын айтпайды, мына арабтың тарихын айтпайды. Қазір мысалы бізге сын көп айтылып жатырған. Дұрыс, ол сынның бәрін қабылдаймыз. Біз қосымша соны қазір жаңа айтып жатқаным өзі жаңа мамандық, исламтану деген. Өзі жас мамандық. Сол мамандықтың өткенде айттым, хирург болса, хирург қазір баяғыда бір хирург дегенді білетін едік, операция дейді. Қазір деген нейрохирург, бірдеңенің көздің хирургы, тамырдың хирургы, бірдеңе, ол дамып кеткен ол деген. Альте медицина. Іші деген узкий профильдерге бөлініп, сол сияқты бұл ислам тану деген мамандықтың іші де өзіңіз білесіз. Ақиданың маманы бар, анау пайғамбардың сөзінің, хадис ілімінің маманы бар, тәпсір дейді, Құранның сөздерінің мағыналарымен айналысатын, фиқтың не, оны діннен хабар жоқ адам біле бермейді ғой. Оның соның бәрін бір адам меңгеріп жүрміз қазір. Тәпсірден де жауап беріп жатыр, фиқтан да жауап беріп жатыр. Ал араб елдерінде ондай емес. Мысалы мен ойбай маған айтпа дейді фиқты. Ол мына пәленшеге бар дейді. Ана ақиданы. Ал бізде кадрдың тапшылығы бір адам соны қамтып жатыр. Бір жағынан енді мықтылығы да шығар кейбір ұстаздардың. Бәрін қамтып оқып, тіпті кейбіреулер қари өзі қатым түсіріп жүріп сабақ беріп жатқан ұстаздарды да көреміз. Ал соның бәріне жауап істеп жатыр. Ал оны діннен хабар жоқ адам оны түсініп тұрған жоқ. Ал оның әр қайсысы өзінше бір үлкен мамандық. Мамандық уақыт сосын. Тәжірибе ол дейтін үлкен неге кетіп қалады. Осы жерде бір сұрақ қоя салайыншы. Жаңағыдай ахуал айтып жатырық қой. Жақында бір не естіп қалдым, осы біздің Атырауда мешітте, бір мешіттердің бірінде жамағат имамға наразы екен. Енді сол туралы сұрағым келеді. Сіз имамдарды сіз тағайындайсыз ба? Имамдарды облыстың бас имам ұсыныс береді, мен ұсыныс беремін мешітке имам. Оны бас муфти өзі бұйрығымен тағайындайды. Бірақ енді ұсыныс бізден, бас муфти біздің ұсынған адамымыз. Сосын ол жақтан да өзінің біліміне, басқасына сай неден өтеді, аттестациядан өтеді. Олар қарайды, сараптайды. Кім ұсынған адамның бәрін өткізе бермейді, ол қарап, дұрыс па, бұрыс па, бәрін қарап барып өткізеді. Енді жағы наразы болатын болса, ол жеткен болады. Ол егер наразы болып отырса, ол жамағатпен біз кездесеміз. Сондай случайлар болып тұрады, жалпы қазақ неде жұмыс барысында. Оны кездесеміз. Жамағат дегенде жамағаттың атынан сөйлейтіндер де болады кер уақытта. Бір-екі адамның өзінің жеке бір нәрсе, жеке пікірі, жеке неприязнь, жеке нәрсесіне, нәпсісіне тиген нәрселермен жамағат қылуы мүмкін. Оны да анықтаймыз. Кім бәрін жинаймыз жамағат. Жалпылама кім қалай не болды. Сосын егер айып мынандай болатын болса, оны шешуге тырысамыз. Кешірім сұрауға, тіпті түзеуге, сондай нәрселермен. Ал егер жаңағыдай діни қызметкер тарапынан өрескел қателікке бой алдырып, діни қызметкердің этикасына сәйкес келмейтін нәрсемен айналысып, басқа қылатын болса, жұмыстан да босатып жібереміз. Ұсыныс қылып, оны қарамай, сен лайықты емессің, осы салаға, өйткені бұл діни нәрсе ғой. Артушылық, немен ел қарайды, саған қарап бой түзейді деген. Рахмет, керемет жауап. Просто жақында біреу айтқан, имам танисың ғой, айтшы дейді. Сосын мен айттым, сіздер жамағат, мен ол мешіттің жамағаты емеспін. Жамағат болсаңдар, өздерің шығыңдар. Маған айтады ғой ертең, имам айтады ғой, сен сол мешіттің жамағатысың ба? Жоқ. Онда өздері келсін. Логично, өздерің шешіңдер деп. Бірақ сонда сұрап отырғанмын ғой, сіз шешесіз ба, сіз не істейсіз ба деп. Окей, түсінікті. Жақсы жауап. Бір жағынан кейбір нелерде нәрселер болады да, көп енді біздің де жалпы Қазақстанда жалғыз бір Атыраудың бір жерде отқан жоқпын. Алматыда жұмыс істедік, айтып отырмын ғой. Кей жерге барсаң, және мешіттің өткен мешіттерді қадағалайтын діни басқарма ғой. Үлкен діни басқарма айтқан қаншама бөлім бар.
оның ішіндегі жұмыстарын бәрін қалып сол мешіттің ішкі жұмыстарына араласып кеткен жамағаттар да бар. Бүйтіңдер сөйтіңдер анау олар ана ар жағын білмейді ғой жамағат деген. Өзінің ол жамағаттың да жамағаты бар. Оның ішінде жаңағыдай діни сауаты бар, білімді жамағат болады, болмаса енді 5 уақыт намаз бастаған жамағат болады. Ал жалпы Қазақстандағы діни ахуал қандай екенін білмейтіндер көбінесе жамағат біле бермейді көбінесе. Біз оны айтып жатырмыз. Сол сияқты муфтият ол өгізді де өлтірмей арбаны да сындырмайтын жолды ұсынады ғой. Өйткені мемлекеттің заңдары бар. Сол заңдардан аттап кетпеу керек, шариғат деп. Шариғаттың да заңынан мемлекеттің несі деп, мынау мысалға діни негізгі қағидалар бар мысалы. Одан да мысалға айта алмайды діни басқарма, мысалы намаз оқыма деп айта алмайды, бүйтпе деп айта алмайды. Сол сияқты сол нәрселерді де бәрін орта жолын таразылап орта жолын ұсынады ғой. Жұмыс барысында да тәжірибелеріне осылай тәжірибе жасаңдар деп бізге үйретеді. Сол нәрсені мешіттің ішінде біз жүргізуіміз керек сол нәрсені. Сол уақытта соған кедергі келтіретіндер де кейбір уақыттарда табылып жатады. Біз олармен де жұмыс істеу арқылы кейбір жерлерде тіпті жаңағыдай қатты сөздер айтып ұрысып деген сияқты ренжісу арқылы да сөйтіп барып тәртіпке көніп сөйтіп бір ізге түсіп кетіп жатқан қоғам болғаннан кейін бүйтіп жүре берсе екен дейді өздерінің қалыпты бір уақытта мысалға намазды азан шақырамыз, азаннан кейін мысалы 10 минуттан кейін парыз намазын оқимыз деп бәрі қала бойынша келісеміз. Бір жерлерде жоқ, 20 минут қой деп жаңағыда бүйту араласуға сіздің неңіз жоқ. Ол біздің бекітілген нәрсеміз дейді. Жоқ, біз жамағатпыз, біз бүйтуіміз керек деген нәрселер де бар. Біз ол нәрсені де алдын аламыз. Айтамыз, дұрыс. Сіздің өзіңіздің тиісті сізге не мәселе? Мешітте имам намазға шықпай жатыр ма? Шығып жатыр. Сабақ жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Сіз дәрет алатын жеріңіз бар ма? Бар. Ыстық су мұздайсуыңыз бар ма? Бар. Мешіттің іші жылы ма? Жылы. Енді басқа нәрсеге сіздің неңіз жоқ. Сіз дұрыс пікірін білдіріңіз, егер бірдеме болса. Біз келеміз, жылы су жоқ, мұздай сумен өлдік қой, неге істемейсіз деп бір пікір білдірсеңіз дұрыс. Ал бірақ басқа бір ішкі нәрселерге оған ренжімеңіз. Адамдар түсінбей қалады, өзінің құқығын білмейді. Ренжімеңіз, біздің де өзіміздің нәрсеміз бар деп айтып қоямыз ғой. Мамандық, жаңа айтып жатырмын ғой, әр маман діни өзінің ішінде бөлінеді деп. Және қазіргі қоғамның сұранысы бізге қазақ тарихты айт, әдебиетті айт, батырларды ана айт, сахабалар не керек бізге? Арабтар не керек деген сияқты. Ол біріншіден біз арабтың тарихын айтпаймыз. Мен Египеттің тарихын айтпаймын, или Саудияның тарихын айтпаймын, басқаны айтпаймын. Біз исламның тарихын айтамыз. Ислам дегенге бүкіл әлем кіреді. Ислам. Мұсылманмын деген әлем кіреді. 56 мемлекет бар қанша. Соның бәрі кіреді. Өзбек бола ма, ағылшын бола ма, түрік бола ма? Ол кіреді. Исламның тарихын айтамыз біріншіден. Екіншіден, ол арабтар емес айтып жатқан тұлғамыздың бәрі. Аттары мүмкін арабша болып көрінер. Мысалы, Абайдың да аты Ибрахим ғой. Сол секілді. Атамның аты Абу болған мысалға да. Сол секілді. Ол бәрі айтып жатқанда бір араб деп ойлап қалуы мүмкін. Ондай емес, ол әртүрлі. Сахабалардың ішінде тіпті басқа ұлт өкілі болды ғой, араб емес. Сол секілді. Одан кейін табиғиндардың ішінде қаншама жан-жақтан келіп қосылғандар бар. Одан кейін ғалымдар ол әр жерден оны нәрсені түсініп алу керек та. Екіншіден енді біз мысалға тіпті имам молдалардың өзі қазір әлеуметтік желіні пайдаланып, заманауи технологияның бәрін пайдаланып жатырмыз. Өзіміздің дұрыс бағытымызды жеткізу, бәрін пайдаланып жатырмыз. Планшет, телефон, айфон, контент, подкаст, бәрін пайдаланып істеп жатырмыз. Ал сонда осы күнге дейін 100 жылдан бері үзілмей оқытылып келе жатқан мамандық иелері қайда? Неге қоғамда сұраныс болмайды оларға? Неге популярность жоқ әдебиетшілерде, тарихшыларда? Неге солар әдемілеп осындай бір әдемі подкасттар, вайн сияқты ма, неше түрлі бір рельстер, әдемі тарихтарды келтіріп, неге сол кісілер де қимылдамайды деп мен көргізе ойлаймын. Әдебиетшілер неге қимылдамайды? Өлеңдердің нелерін ұйымдастырып, біз мысалға неше түрлі Құран жарыстарын ұйымдастырамыз, басқа қыламыз, тартамыз ғой. Әдемілеп. Неге оларда неге қимылдамайды деймін да? Оларға да мемлекеттен, бізге наоборот мемлекеттен қаржы бөлінбейді, оларға мысалға қаншама қаржылар бөлініп, мамандықтардың иелері оқытылып жатыр, жобалар қаншама мекеме, университет болсын, институттар болсын жұмыс істеп жатыр. Олар да сондай мынау қоғамның сұранысына қарай креативтің бәрін пайдалана білу керек қой, өзіміздің әдебиетімізді жастарға сіңдіру үшін, тарихымызды жастарға тыңдата үшін, оларды сұранысқа арттыру үшін. Ұстаз, дін десе бізде енді дәстүр жүреді, дәстүр десе бізде дін. Сол туралы ойыңызды кішкене білдірсеңіз.
өйткені шатастырып жатқандар бар. Біз енді жалпы қазақтың дәстүріне дін сіңіп кеткен ғой. Енді көбісі қазір адасып кетіп кезінде сол дәстүрге, әдет ғұрыптарға тіл тигізген көп азаматтарды қазір көзіміз көріп жатыр. Сол жастары ұлғайғаннан кейін, білімдері толыққаннан кейін, тәжірибе жинақтағаннан кейін, сондай екен ғой, біздің деген қандай айтып кеткені, қазақтар бүйткені, сөйткені деп айтып жатады қазір. Соның басында соны бізді былай айтқанда, біздің аталар әжелеріміз бір жерге апарып тастады. Апарып тастады кәдімгідей. Қазір өмірде көп жинақтағаннан кейін, ақыл естер толыққаннан кейін, тәжірибе жинақтағаннан кейін, соны қайтып жатқандар көп, айтып жатқандар. Сол секілді біздің дәстүр деп дінімізге келмейді екен деп бәрін жоққа шығарып, талан-тараж қылып тастауға болмайды ғой. Сол үшін де жатағым деп жатқандарымыз сол біздің келе жатырған пәленбай ғасыр әдет ғұрып дәстүрімізді жоққа шығаруындағы проблема болып тұрған. Абу Ханифа басқа біздің дәстүріміз. Солай ғой. Дәстүрге сіңіп кетті ғой дініміз. Кәдімгідей аталарымыз, әжелеріміздің кешегі кеңес дәуірінде де тіпті кейбір діни қағидаларды дәстүрге енгіздіріп, біздің ырым ғой ол деп алдаған уақыттарда болған. Ол бізде ол традиционный нәрсе, традиция деп алдап совет үкіметін сөйтіп дінді ұстанып келгендер де бар. Ауызашар дастархандар болған, бүйдеге болған. Сол уақыттарда да дінге қарсы деп жатқан кезінде. Сол секілді соған қазіргі мына жастарымыз әсіресе намазға келіп жатқан, енді дінді оқып не істеп жатқандар мен білем деген нәрсені қою керек та. Білгенім 9, білмегенім 99 дейді қазақта. Білмейтініміз өте көп. Кейін сол пәленбай уақыт өткеннен кейін сол өкінесің осы айтқан нәрселерге. Мен қатты айтып қойыппын ғой, бүйтіп қойыппын ғой, тіл тигізуге болмайтын нәрселер бар да. Бұл құстың бір екі қанаты секілді ғой, дәстүр мен дін деген нәрсе. Дін нәрсе, діннің өзінде де мынау ақидада, сенімде, басқа да өзің Алланың несіне қарсы келмейтін болса, ешқандай проблема жоқ оны ұстануыңда. Біздің мысалға рәсімдер бар ғой, мысалға келін түсіру рәсімі болсын, басқа болсын, қазаққа тән өзінің ерекшеліктері бар, сонымен атқарып жатырмыз мысалға да. Соны жоққа шығарып, или бір тіл тигізу деген болмайды ғой нәрселер. Мысалға араб елдерінде оқыдық, үйленіп жатқан кезде айқайлап, өлеңдетіп, бірдеңе қылып, неше түрлі нәрсе істеп, өздеріне тән нәрселер мысалға. Оны бір шейхтар бар, бүйтіп жатқан жоқ ол жақта. Бізге келетін нәрсе. Сосын бір енді тағы айта кететін нәрсе, дәстүрге келіп жатыр ғой. Өзіңіз мысалы көп араб елінде болдыңыз, Мысырдың, Сауд Арабиясы болсын, Катар болсын, Эмират болсын, арабтардың киімдері бар, үстінде ұлттық нәрселер бар үстерінде. Солар бір-бірінікін өліп қалғанда кимейді солар. Мысалға Саудияның киетін киімі, мысалы Емен кимейді. Ананыкін кимейді оны. Тіпті діни көсемдерінің өзі, діни ұстаз шейхтарының өздері ондайының өзі өз нелерімен отырады. Бірақ қазақ киіп жүр ме? Біздің қазақтар киіп алады, бірақ соны тықпалайды, сүннет дейді, анау дейді, мынау дейді, соны бір жаңағыдай нәрсе дейді. Сосын енді біздің не дейді, дәстүрге берік, жаңағыдай патриот біздің қазақтар болады ғой, соларға анау оғаш көрінеді ғой. Не болды сонша, намаз оқимын деп енді араб болып кеттің ғой деген, шынымен де адамға не етеді. Сол нәрсе, сөйтіп айтып жатқан жағдайда да сол адам оны ренжімеу керек. Дұрыс айтасыз деп. Бір не болған, бір киіп көрейін деп едім деп, болмаса деп, жоқ, оны алып сен деген мынаны тықпалап, бүйтіп болмаса, Түркияда оқыса түрк болып кетуге құмар, Арабияда оқыса араб болып кетуге. Англияда оқысаң, англичанин болғың келеді. Сол сияқты нәрселерді соған сондайға еліктеп, қатты еліктеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қазақ ертегіш халық қой, ұстаз. Өзіміздің тым жақсы киіміміз бар, басқа бар, жүр, тұр, онда бір ислам. Бізде енді дамып отыр ғой мына қазір түрлі шапандар. Исламда киім жоқ, өзіңіз білесіз. Егер ол бір киімді айтатын болса, ол бір киімде сүннет жоқ. Бір қауымға түскен құран болып қалар еді ол. Бір киімді айтатын болса Алла тағала. Ал бұл әлемге түскен, американскқа да түскен құран, ағылшынға да түскен құран, арабқа да түскен құран, қазаққа да түскен құран. Ол жерде киім деген мәселелер сондай бір қалай айтсам, қарапайым нәрсе болғанмен соған мән бермейді ғой адамдар. Содан келіп андай түсінбеушіліктер туып, дінге наразылық туып жатырғанда себептер сондай да. Діннің жалпы тағдыры, жолы сондай сияқты. Әрдайым сында жүреді.
иә жоқ ол сында жүретін молдалар мен нелер ғой, иә өнер адамдары. иә Постоянно. Жарайды. Енді соңғы сұрақ сізге қояйын. Қоғамда шынында адамдар күйзеліске ұшырап жатқан адамдар көп. Әртүрлі себептер бар. Сол туралы айтып бер, енді дін бұл мәселеге қалай жауап береді? енді біз бәріміз айтамыз ғой, ғалымдар, ұстаздар, исламда жалпы жауабы жоқ, сұрақ жоқ, бәріне жауап береді дін. Дін деген тек қана мешітте намаз оқу емес, ол күнделік муамалат, адамдармен қарым-қатынас, сауда саттық, отбасы, мысалы ғылым қалы дейді, бәрін қамтып тұр ғой. Сол мәселелер, сол жердегі міндеттер, айтылған нәрселер, солармен дұрыс жүріп тұрса, адам екі дүниеде бақытты болады деп, сол үшін Алла тағала махаббатпен жаратқан адамзатты деп айтады ғой Абай есінде. Сол сияқты адамды Алла тағала сондай бір жердің халифасы, басшы жерді деп жаратқан өзінің мақлуғы адам. Сол өзінің сондай дәрежемен құрметтеп, періштелерге сәжде еткізіп жаратқан жаратылысын адам қинап қояды деген нәрсе емес қой. Алла қинамайды ғой. Тозаққа салу, басқа, ол ақылға. Керісінше сол үшін адам пендешілік, екінші тарапы, ол өзінің жаратылысын біледі, адам қаншалықты пендешілікке ұрынатын нәрселер жасайды. Сол үшін адам атадан тараған ұрпаққа қаншама пайғамбарлар жіберді, қасиетті сөздер, құрандар, кітаптар жіберді, қасиетті. Сол нәрселерден адам өзіне оқып, түсініп, ислам діні де сол адамды бұл өмірде де, о дүниеде де, қияметте де бақытқа бөленетін құлдардың қатарынан қылу үшін да түскен. Сол үшін адам рухани күйзеліске түсетіні ол сөзсіз. Қанша адам мықтымын десе де, өткенде ғана бір жігітпен сөйлестім, сондай нәрсе, мен сондай бір рухани нәрсеге бір күйзеліске түсем, мен бәрі нәрсе шешіледі деп, сондай деп ойлап едім, бірақ сондай нәрсеге түсем деп ойламадым. Түстім сондай нәрсеге дейді. Өзім мен сондайға депрессияға түсем, еркек адам мен сондай боламын деп ойламадым дейді. Дене десе денесі бар, ақыл десе ақылы бар кісі, бірақ соған түстім дейді. Отбасылық мәселесі бойынша. Сол сияқты нәрсе, көрдіңіз ба? Ол адам түсіп қалады моментте. Тіпті мен деген дінді білет деген адамның өзі кейбір дүниялық нәрселерде көтере алмай қалып, сынаққа түсіп кетіп жатқандарын көріп жатырмыз көзіміз. Ал сондықтан осы нәрсе, ислам діні қағидалары, пайғамбарымыздың сөзі, Алланың сөзі адамға жүрегіне тыныштық ұялады. Депрессия деген не? Жүрек қозғалып кету ғой. Күйзеліске түсу деген ол жүрегің тынышсыз болды деген нәрсе. Сол үшін Құран Алланың тек қана жүректерді тынышталдыратын, Алланың сөзді Құранда Алла тағала айтып тұрған бекерден бекер емес қой. Ол жерде сен ғана өзіңе керек сөзді тауып, керек аят, керек пайғамбарымыздың басынан өткен өмірбаяны, пайғамбарымыздың хадисін, керек нәрсені тауып естісең, сен тынышталасың, сол күйзелісіңнен шығасың. Сөз ем. Дін соны айтып тұр ғой. Дін мемлекет үшін өте керек нәрсе ғой. Бұл дін пәленбай, кім өткенде бас мүфтиіміз қатты бір нәрсені өте айтады. Бір Американың бір президентінің сөзін айтып жүр, өткенде ұмытып қалдым, бір кездесуде өте керемет айтты да. Жүздеген заңнан бір ғұрып артығырақ депті да. Өйткені бір бар ғой, мынандай істеуге болмайды дейтін, жаман болады дейді қазақта, бір ырым бар, бірдеңе бар ғой, бір ырым ғұрып, бір оған заң қажет жоқ, мемлекет пәленбай заң қабылдап бүйтіп жатқан нәрсесі жоқ, парламентте дауысқа салып. Соның мен өздері-ақ істемейді адам. Сенім ғой былай. Бір сенім ғой. Сол сияқты мына дін деген нәрсе, ол айтып жатқан сенің күресіп жатқан пәленбай жемқорлығыңның да, азғыншылығының да бәрін емдеп алдын алатын нәрсе ғой. Дін деген үлкен күш, құрал, адамға бақыт сыйлайтын нәрсе да. Дұрыс түсінген адамға. Сол үшін Мырзатай Жолдасбеков айтқан, дінді дұрыс ұстай алсаң қасиетің, дұрыс ұстай алмасаң қасіретің деп, осыны дұрыс түсінбеу арқылы қасірет қылып
жүрген адамдар да бар, өзіне жан жағына да қасірет қылып жүрген, өкінішке орай қоғамда діндарлар бар. Енді Алла одан сақтасын. Бұл керісінше ол қасиетті дін адамды бақытты қылатын нәрсе емес па? Сол үшін сондай ғалымдар, ұстаздарымыз дін саласында, сол діни сала дамыса, дамыған сайын мықты ғалымдар шыға бастайды, ұстаздар шыға бастайды. Одан зиян халық пайда көрмесе еш уақытта зиян көрмейді. Керісінше ол бір сөзімен, бір нәрсесімен ол пәленбай аудитория адамдыға көмегін тигізіп отырады. Рухани дағдарысқа ұшырағанның салдары ғой, күн көрінген псевдо психологтар пайда болды, халықтан неше түрлі ақша үшін емдеп жатыр, басқа алып жатыр, соған пәленбай ақшасын құртып ел халық барып отыр. Неге барып отыр? Өйткені ода шынымен де проблема бар ғой, значит. Бірден іздеп барады ғой. Иә, мысалға мен неге үйдегі әйелім қатыспайды сондай нәрсеге? Барып жаңағындай неге ақшасын төлеп бір псевдо неге ұрым? Өйткені оған қажет болмай тұр. Өйткені оған қажет нәрсесін біз айтып түсіндіріп тұрмыз. Иә, мына рухани болғандай нан деген. Сол оның бәрінде енді ондай адам табыла бермейді ма бәрінде? Сол үшін ол барып тұр ғой, рухани күйзеліске ұшырап тұр. Сіздің жолдасыңызға повезло. Сол сияқты нәрселерді қанша нәрселер ол кездесемейді. Мынандай нәрселер айтып тұр. Сол үшін барып жатыр олар. Біз соған көмектеседі. Енді сол дінді қаралап, ойбай дін керек емес, бұл артқа сүйейді деп, керісінше былай айтқанда, керісінше мына халықтың жауы болып жатқан адамдар ғой олар. Ислам қылып, ол ислам көмектеспесе басқа алмайды. Иә, ішінде мысалға 0,01% террорист болып кеткен шығар. Ол террористің діні жоқ, тем более. Ол оны емес. Или бірдеңе болып қатты жатағымға кетіп қалған шығар, мүмкін бір нәрсе. Ал бірақ 99% дұрыс қой оның. Көмектесіп жатыр ғой. Сенің былай халық тастап қойғаннан, қазір мысалға наркотикпен президентіміздің өте қатты заңдар қабылдап, синтетикалық наркотик басқа деп неше түрлі дамып кеткен современный сату алу неше түрлі жеңілдетіп, балдарды мектепке дейін сатып, әлеуметтік желінің несімен ұстай алмай жатыр, не істемей жатыр. Ал сол уақыттарда оның жүрегінде иманы болатын болса, ол оған қызық емес қой. Балаңның жүрегінде иманы болатын болса, сен оны қай шетелге оқуға жібере бер, басқаға жібер, оны білесің, оны сақтайтын жүрегінде иманы бар оның деп. Соны енді көре ақылы жеткен осы ғасырда оны керісінше түсіндіріп, соған еріп отырған адамдарды да енді біз өте қиын жағынан. Рахмет, Алла разы болсын. Ұстаз, соңғы сұрақ. Мен дәстүр бойынша мынандай сұрақ қоямын келген қонақтарға. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сіз үшін кім? Енді бұл ұлы пайғамбарымыздың, енді біздің осы дінді, Құранды түсіну, жалпы Алланың ертең, оны тек қана білмеймін, енді намазға жығылып, жүрегінен иман ұялап Аллаға сенімі бар адам оны түсінеді. Олар бірінші кезекте ол пайғамбардың миссиясын, жалпы Алла тағала оны бүкіл адамзаттың ішінен таңдап алып тұрған нәрсе, оның ұлылық, оның дәрежесі. Сосын бізге мынау ертең пендеміз ғой, айтып отыр, қанша күнә, қателік, басқа нәрсе ертең қияметте Алланың алдына сол тау күнәмізбен барайын деп тұрмыз ғой. Алланы сол уақытта сол адамды сондай нәрседен шығарып жәннатқа жетелейтін, Құранды, Алланың сөзін бізге тәппіштеп түсіндіріп алып келген ұлы тұлға ғой ол. Енді пайғамбар деген енді адамның оны сөз жетпейтін нәрсе жүрегінде. Оған иман келтіресің, оған кәдімгідей оны сүйесің. Ол жаңағындай бір өткенде бір нәрсе, суреті жоқ, еның басқасы жоқ, бірақ миллиондаған адамдардың жүрегінде махаббат бар. Енді ол адам айта алмайды ол нәрсе. Сіз үшін кім ол? Пайғамбар деген ұлы тұлға біздің иман келтірген. Сіздің мен түсінген болсам, сізді бана айтып отырсыз ғой, ертең ол бізді құтқарады, көмектеседі деп. Сіздің шапағатшыңыз? Әрине, пайғамбарымыздың әуелі Алла, біздің жаңағы қаншама пайғамбарлар, біздің неміз осы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болып келгеніміз біздің бағымыз ғой. Түсінген адамға бағымыз. Ертең қияметке сол кісіге әуелі Алла, сол Алланың құдіретімен
бізге шапағат етіп біздің жәннатқа кіріп кетуімізге басқа үмбеттерді айтса ол басқа пайғамбарымызға дейін өмірге келіп кеткен. Сізге Алла разы болсын. Келіп уақытыңызды бөліп жұмысыңызға сәттілік. Мына атыраудағы жылдарыңыз уақытыңыз күшті өтсін деп тілеймін. Осымен біздің подкаст тәмам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.